Әлем жаңалықтары Лос-Анджелестегі өрт әлі бой берер емес. Керісінше қызыл жалын өрши түсеме деп қауіптеніп отыр төтенше жағдай қызметкерлері. Өйткені алапат болып жатқан аймаққа тағы да екпінді жел жақындап келеді екен. Толығырақ ақш-тағы әріптесіміз Маралбек Сағынғановтың материалында. Лос-Анджелестегі полисадыстың итін өрттері қала тарихындағы ең жойқын өрт деп аталуда. Қаза тапқандардың саны 7, бірақ өсе түсуі әбден ықтимал. Өйткені толықтай қираған ғимараттар саны 10 мыңнан асты. Оның бәрі әлі толықтай тексеріліп болған жоқ. 200 мыңға жуық адам үйлерін тастап қашуға мәжбүр болды, ал өрт жұмылған күшке қарамастан әлі бой берер емес. I will now be providing a quick update on the Palisades fire. Palisades-тегі қазіргі кезде отқа оранған егіс алқаптары 20 мың гектарға жуықтайды. 5300-ден аса ғимарат бүлінген немесе қираған. Өрт шығыны әлі есептеліп жатыр. Бірақ залал келген құрылыс мыңдап саналады. Осы аймақты шарпыған жалын Лос-Анджелес тарихындағы ең жойқын апат екеніне сенімдімін. Өкінішке қарай осы оқиғаларға байланысты 2 өлім тіркелді. Өрт шалған аймақтарға арнайы рұқсатсыз жақындау мүмкін емес, тіпті журналистің де төтенше жағдайлардағы іс-әрекет сабақтарын оқығаны туралы құжаты болуы тиіс. Алайда апаттың ауқымын өрт ошағынан бірнеше шақырым алыс тұрып та байқауға болады. Аспанды тұтастай түтін қаптаған, одан тіпті күн сәулесі өтер емес. Тынысы тарылтқан иіспен бірге аспаннан кәдімгі күл жауып жатыр. Мен Лос-Анджелес қаласының Woodland Hills районында тұрамын. Көріп тұрғандарыңыздай, Woodland Hills қазір өрттен аман, десе де біздің маңайымыздан тағы да түтіндер келіп жатыр, смоктар болып жатыр. Бұл тағы да біздің ар жағымызда мөлшермен Малибу, Калабаса, сол райондардан шығып жатырған сияқты. Біз сақтық шараларды күшейтіп отырмыз. Тікелей от қаупі төнбесе де көптеген тұрғындар көшуге дайын бол деген хабарлама алған. Солардың бірі Айнажан Байменова. Ол өрт ошағынан әлдеқайда қашық тұрады, бірақ сақтықта қорлық жоқ демекші, құжат, дәрі-дәрмек, су секілді қажетті заттарын дайындап тас түйін отыр. Эвакуация туралы жаңа түстен кейін кешкісін 2 рет қатарынан келді. Сосын қорқып қалдық, бұрын алаңсыз отыр едік қой. Енді жан-жақта өрт болып жатыр дегенді естіп отырмыз, бүкіл жағдайды біліп отырмыз, бірақ енді бұл ара тыныш еді. Бұлай аспанымызда ашық еді, мұндай бұлт не жоқ еді, түтіннің иісі де жоқ еді. Қазір енді желдің бағыты өзгергеннен кейін түтіннің иісі пайда болды. Сосын жаңағыдай 2 рет хабар келгеннен кейін эвакуацияға дайындалыңдар деп, соң кішкене шамалы абыржыңқырап, соған дайындалып жатырмыз. Орман өрттері Калифорния үшін таңсық емес, бірақ бұл жолғы апат бірнеше қалаға етене кіріп шайпап өте шықты. Өрт сөндірушілер жағдай әлі де ушыға ма деп отыр, өйткені бүгінгі ауа райы болжамы бойынша түнде желдің екпіні тағы да күшейіп, сағатына 100 км жылдамдыққа дейін жетуі ықтимал. Маралбек Сағынғанов, Лос-Анджелес, Калифорния.